оқушылардың дайындықтары да жоғары көрінеді. Айтуларынша, арнайы спорттық білімдер де бар. Жаңатас қаласында жарыс ұйымдастырып жатыр. Мен Шоқан мектебінің командасынамын. Осындай жарысты ұйымдастырған ағаларға рахметімді айтамын. Осындай жарыстардың арқасында үлкен жарыстарға барып жеңімпаз атанамыз. Екінші сынып оқимын. Осы мен футболды демалып жүргенімде мектепте ремонт оқып жүргенмін. Кіші футболдан өткен бұл турнир 2 күнге жалғасты. Бірінші кезекте 8-11 жас аралығындағы оқушылар өнер көрсетсе, екінші күні 5-6 сыныптағы жас жеткіншектер командалық сайыста жеңіске жетуге талпынды. Қазір осы қаланың мектептен 4-ші және 5-ші сынып оқушылар арасында үлкен аудандық турнир қазір басталды. Бұған қазір 10 команда қатысып, 150-ге жуық қазір жас бүлдіршіндер осы жарысқа өз күштерін, өздерінің мықтылықтарын қазір бастап жіберді. Сарысу ауданы осы кіші футбол болсын, осы қазіргі жас ерекшеліктеріне байланысты біздің облыстық жарыстарда, республикалық жарыстарда жүлдегер атанып келіп жатыр. Балалар жылы аясында өткізіліп отырған бұл турнирдің негізгі мақсаты салауатты өмір салтын насихаттап, жас жеткіншектерді спортқа, футбол ойынына баулу. Осылай деген Мұрат Ақылбек турнирге қатысып, жүлдегер атанған командаға қаржылық сыйлық табысталатынын айтты. Жастарды ынталандыру мақсатында ұсынып отырған жүлде қорымыз бар. Ол бірінші орынға 200 мың, екінші орынға 150 мың, үшінші орынға 100 мың теңге сыйлық ұсынамыз. Біз үшін биыл балалар жылына орай біз үшін жастарды спортқа баулу өте маңызды. Жаңа айта кеткендегідей компаниямыз 1997 жылдан бастап қызмет жасайды. Қазіргі таңда 250 мыңнан астам клиентке қызмет көрсетеміз. Турнир нәтижесінде бірінші орынды Шоқан Уәлихан мектеп-гимназия оқушылары иеленіп, 200 мың теңге қаржылай сыйақы алды. Екінші орынды Жарылқасын Отарбаев атындағы орта мектеп Қанжығаға байласа, үшінші орынға аудандық номері 26-шы балалар жасөспірімдер спорт мектебі табан тіреді. Ойын қорытындысына сәйкес үздік қақпашы, үздік қорғаушы, үздік шабуылшы және үздік ойыншы номинацияларда табыс етілді. Ардақ Сапибулла, Ермек Кеншімбек, Жамбыл Ньюс, Сарысу ауданынан.